Қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздерді осы Каспи мен бизнестің сабағында көргеніме қуаныштымын. Ең алғашқы сабағы бізде ИП ашу болады. Біздің өзіміздің бизнесімізді заңды түрде тіркеп бастаймыз. Ол үшін бізге Каспи Голд приложениясы керек болады. Каспи Голдқа кіреміз. Сол жерде бізде госуслуги деген бөлім бар. Қарасаңыздар, госуслугиға кіріп, мына жерде зарегистрировать ИП деп жазылып тұрады. Соған басамыз. Сол жерде бізде кішігірім осы қалай біздің ИП-мізді регистрация жасау керек екен нұсқаулықтар көрсетіліп тұрады мына жерде. Астына зарегистрировать ИП деген бөлімді басамыз. Сол жерде бізден автоматтандырылған бізде өзіміздің ИП-міз жазылып тұрады. Бұл жерде қазір Гүлжан ханымға ашайын деп жатырмыз. Бұл Гүлжан ханымның фамилиясы жазылып кетеді, ИП деп. Сол жерде ауыстыруға болады. ИП дегенді алып тастап, Гүлжан деп атымызбен қоямыз ғой. Гүлжан деп жазамыз. Гүлжан. Келесі бізде Гүлжан ханымның тұрғылықты мекен жайы жазылып тұрады. Бұл жерде область Түркістанская, Шымкент қаласы деп жазылып тұр. И бізге налоговый орган. Қараңыздар, енді бұл жерде түсіндіре кетейін. Гүлжан ханым егер де қазір Шымкентте тіркелген, бірақ Алматыда жұмыс істеп жатса, бұл жерде Алматыдаға жақын налоговый органды тіркейді. Сіз қандай тұрғылықты қазір жерде тұрып жатырсыз, сол жаққа жақын налоговый органды тіркейтін боласыз. Себебі егер де Алла қаласа, сізде налогтарды төлейтін кезде оңай болады. Сол жағын ескересіздер. Қазір бізге Гүлжан ханымға Қаратауский районның налоговый органы жақын болғаннан кейін, қазір бір Қаратаускийді таңдаймыз. Қаратауский таңдадық. Ары қарай бізде дом и квартира осы кісінің жазылып тұрады, обязательно данный жазылып тұрады. Ары қарай бізде регистрацияға, ИП-ны регистрацияға өзі проверка жасайды Каспидің өзі. Енді бізде основной вид деятельности деп жазылып тұр. Сіз қандай категориямен айналысайын деп жатырсыз, соны бұл жерде таңдайсыз. Қазір біз бұл жерде товарный бизнеспен айналысайын деп жатқаннан кейін, бізде мына астына жазылып тұрады. Розничная торговля прочими товарами на рынках деп жазылып тұрады. Соны таңдайтын боламыз. Птичка соған қоямыз. И выбрать деп басамыз. Продолжить ары басамыз. Егер де сіз басқа да жаңағыдай деятельностьті қосқыңыз келсе, добавить деп қосуыңызға болады. Ары қарай жалғастырып продолжить басамыз. Біз бұл жерде упрощенная декларация деген таңдаймыз. Алла қаласа, упрощенкамен сіздің доходыңыздың 3%-мен төлеп отыратын боласыз болашақта. Бұл бізде доход 100 миллионға дейінгі көрсеткішті көрсететін болады 3%-пен. Продолжить тағы басамыз. Енді қазір бұл жерде Гүлжан ханым өзі неден камерадан өту керек болады. Начать. Бұл жерде күліңіз, оңға солға қараңыз деп өздері беріп тұрады. Соны істейтін боласыздар. Енді подписать документы дегенді басамыз. Все, бізде мында уже келіп жатыр. ИП тіркелді деп. Енді барлығын енді Алла қаласа келесі сабақта қалай Каспи Пейді ашу, қалай Каспи Пейге тіркелу дегенді көрсететін боламын. Келесі сабақта кездескенше.